Бәріңізге сәлем, біздің құрметті көрермендеріміз. Видео басталмай тұрып еңбектерімізді бағалап, өздеріңіздің царский лүпілдеріңізді басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны бір басып қойыңыздар. Біздің алдағы қызықты мәліметтер мен пайдалы кеңестерді өткізбес үшін. Ал енді бәрін істеп қойсаңыздар, сіздерге көп рахмет. Ал видеомызға кеттік. Арықтауға ниет қойған болсаңыз, тамақтан тыйылу қашанда қиынға соғары сөзсіз. Олай болса қуана беріңіз. Күні бойы аузыңыз құрғамаса да, дене бітіміңізге мүлде әсер етпейтін, калориясы өте төмен тағамдар бар екен. Соның топ-10 калориясы ең төмен тағамдар туралы айтып кетейін. Біріншісі балдыр көк. Балдыр көктің құрамы 95% судан құралған. Сол себепті энергетикалық құндылықтан ада деп айтуға толық негіз бар. Есесіне 30% К дәруменіне бай тағам. Мүмкіндігінше балғын күйінде сатып алуға тырысыңыз. 5 күннен кейін құрамындағы пайдалы дәрумендер жойылып кетеді. Екіншісі жұмыртқаның ақуызы. Жұмыртқаның ақуызын көп мөлшерде, тіпті қатаң диета ұстанушылар да жей берсе болады. Тіпті қызанақпен араластырып омлет жасасаңыз да еш айыбы жоқ. Тек бір нәрсені естен шығармаған жөн. Егер дене бітіміңізді ойласаңыз, ақуыздың маға қуырудан аулақ болыңыз. Үшіншісі қияр. Балдыркөк секілді қиярдың да құрамы судан тұрады. Ең пайдалы қиярға ұсақ әрі кітірлік қияр саналады. Пайдалану барысында сыртқы қабығын аршудың қажет жоқ. Себебі ағзаға керекті бета-корин дәрумендері қиярдың қабығында сақталады. Төртіншісі қызанақ. Қызанақтың құрамы ликоптин, А және С, сондай-ақ В2 дәрумендері, фолий қышқылы, жасуны, хром мен калий бар. Бесіншісі брокколи. Көпшілік арықтауға ден қойған жандардың сүйікті тағамы. Құрамы А, С, Е, I, К дәрумендеріне бай. Кез келген уақытта, кез келген мөлшерде тұтынсаңыз да дене бітіміңізге мүлде әсері жоқ. Алтыншысы теңіз балдыры. Теңіз балдыры ең әуелі көп мөлшерде йодқа бай тағам. Сол себепті құрамындағы энергетикалық құндылығы сақталмаған тағамдар қатарына кіреді. Жетіншісі грейпфрут. Грейпфрут қан құрамындағы қантты қалпына келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар ол С дәруменіне бай жеміс. Энергетикалық құндылығы өте төмен болғандықтан, керісінше арықтауға септігін тигізеді. Сегізінші қауын. Қауынды жүрек жалғау мақсатында тұтыну бәріне ұнайтын шығар. Қауында энергетикалық құндылығы төмен. Есесіне бір жапырақ қауын жесеңіз, ағзаңызға бір тәулікке жетерлік А және С дәрумендеріне байтасыз. Тоғызыншы таңқурай. Антиоксидент пен С дәрумендеріне бай жидек. Бұған қоса дәмі тіл үйреді. Еш алаңсыз жей беруге болады. Оныншы апельсин. Ең тәтті әр танымал жеміс. Құрамы С дәруменіне өте бай. Апельсиннің қабығы мен ортасындағы жемісін жалғап тұратын ақ қаптама жасушылыққа бай. Сол себепті оны тазалап тастамай бірге тұтынған ағзаға өте пайдалы екен. Сонымен достар, бүгінгі видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздермен болған Жел каналы, келесі видеода көріскенше.